мысалы шаштарашшылар дейді, сақал қыратындар, олар амрот болса дейді, жаңағыдай нәзік болса дейді, сондай мысалы қолда нәзік балдар болады ғой, мысалы сондай болса дейді, оларға жаңағы сақалыңды, шашыңды реттетуге болмайды дейді. Жайыз емес, жайыз емес. Неге? Себебі о жерде не? Шахуат туындап кетуі мүмкін. Ол болуы мүмкін, ол табиғи жағдай, ол қалыпты табиғи жағдай. Мысалы, бір нәзік бір қол бетіңізге тиіп жатса, денеңіз дір ете қалады ғой, былайша айтқан кезде. Сол үшін ондай қасиет шариғатымыз оған тыйым салады. Сол үшін де ана кейбір ұстаздарымыз не дейді? Ер кісі жалпы маймылдан берірақ болып жүрсе жетеді деген содан да, кішкене жүн болып, сақал болып деген сияқты. Сол үшін сақал болып, кішкене жаңағыдай еркектік бір көрік беріп, солай жүру керек ер адам, еркек құсап.